Кейін қазір мынау білімге қызығып жүрген бауырларымызға айтар едім, жігіттерге әсіресе. Мынандай нәрсе бар. Бір жерге барып отырсаңыз, жігіттермен жиналып, уағыз айтсаңызшы дейді. Ұстаздарымыз уағыз айтады. Кішкене уақыт отырады да, тағы да уағыз айтыңызшы дейді. Одан кейін не істейді? Ұстаздарымыз тағы хадис айтады. Бірақ ертесіне жаңағы жігіттерге жолыққан кезде, кеше ұстаз не айтты, қандай хадис айтты десе, есімде жоқ. Біз жігіттер уағызды білім сияқты емес, бір зарядтау үшін ғана тыңдайтын сияқтымыз да. Оны бір үлкен дүние көрмейміз қазір. Не үшін біздің тақуалығымыз артпай жатыр десе, біз оны әшейін бір рет өзімізді зарядный устройство бар ғой, батарейка телефонға тығып қоясың, бір зарядталады, болды, сонымен қайттан отырады деген сияқты да. Біз білімді бір ем сияқты емес, Red Bull сияқты да бізде. Бір ішесін, бір жаңағы сергітіп қояды, кейін қайттан бүйтіп салбырап жүре бересің деген сияқты ше. Жоқ жігіттер, уағыз тыңдаймыз ба, соны есте сақтауға тырысайық. Оның ең жақсысы дәптеріңіз, қаламыңыз өзіңізбен жүрсін. Ондай жерге бара жатқан кезде жазыңыз, жазу пайда береді. Мысалы үшін, осылай уағыз айтылып жатады. Ұстаздарымыз сол уағыздың арасында 2 хадис, 3 хадис айтады. Кейін оны біз ұмытамыз. Неге? Өйткені біз жазған жоқпыз. Біз ұмытшақпыз. Ал дәптерге түскен нәрсе ұмытылмайды. Дәптеріңізді ашасыз, қайтадан есіңізге түсіп отырады. Енді қараңыз, біздің міндетіміз қандай еді? Уағыз ескеннен кейін сізге оны жеткізу міндет қой енді. Бірінші бала шағаңызға, отбасыңызға. Сіз қалай айтасыз оны? Жазған жоқсыз. Есіңізде қалған жоқ. Сол кезде бір жаңағы зарядталып алдыңыз да, сонымен болды, қалды ол нәрседе. Өлі күшті екене, зор екене, машалла деп бір жаңағы иманымыз тасығандай болды. Біраз уақыттан кейін қарасаң, баяғы Байғожаның таяғымыз, тақуалығымыз өзгерген жоқ, артқан жоқ. Неге? Өйткені сіздің біліміңізге білім қосылған жоқ. Сол үшін ағайындар, уағыз айтылған кезде бұны жай ғана бір сергітіп қоятын нәрсе емес, өмірлік қажет дүние деп тыңдайық. Сонда өтімді болады.